Салам чеки, қалайсыңдар сендермен бірге мен как всегда әлі достар, бүгін мен сендерге Free Fire'ды шулатып жүрген жаңалықтарды толығымен айтып беретін боламын. Сондықтан да видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Сіздерге тілейтін тек қана приятного просмотра. Алынша кеттік. Ең бірінші бізде өте интернетті датаво жарып шулатып жатқан Бермудтың жаңа картасы, яғни Бермуд 2.0, яғни Бермуд жаңа карта шығарады. Оның бәрі рас, өйткені Free Fire бұл ақпаратты Free Fire'ның өзі дұрыс деп отыр. Ал бұл карта мінеки назарларыңызда, бұл жерде бәрі өз қалпында, бірақ та өзгерген нәрселер де өте аз емес, яғни нормально. Ең бірінші бізде сборная чардың ең көп түсетін жері Грайвардтың атын Академия деп өзгертіп тастаған, және де ол жердегі ғимараттарды мүлде басқаша етіп өзгерткен. Мына жерде мүлде могила жоқ, сырттан үстіне қарағанда могила мүлде жоқ, мүлде басқаша етіп тастаған. Және де маған ерекше болып тұрғаны мына жердегі бөгет осы Hydropower деп атын қойған. Бұл жерде меніңше атын қойған, өйткені мына жерде тек қана аты өзгертілген, және де атын қойған заттар жазылып тұр. Және де бұл өте ерекше өзгерткен. Бұрынғы түріне қарағанда вообще басқаша. Және де Римхам Village, яғни Clock Tower'ның астыңғы жағындағы Римхам Village атын Fisher мен Creek деп өзгерткен, яғни балықшылар аумағы ма, аймағы ма типі бір нәрсе. Бұл жерде байқағандарыңызда школа жоқ, яғни Римхам Village'де өте кішірейткен. Ең бастысы мына жерде маған кәдімгідей нәп-нәмбай арал болып тұрған Сентозаны датаво кішірейтіп тастаған Ягами Гарден деп, еще атында мүлде басқаша болған, Сентоза емес Ягами Гарден деп өте кішірейтіп тастаған. Бұл обновление осы 15-20 күн аралығында болуы тиіс, өйткені Free Fire уже бүкіл фрагменттерді Free Fire ойнаушылар барлығына уже таратып тастаған болатын. Енді бұл обновлениені тек бізге күту ғана қалды. Бұл дейтін өте үлкен датаво, өте ауқымды болуы мүмкін. Таңертеңнен кешке дейін немесе целый 24 сағатта алуы мүмкін. Өйткені жалғыз бұл емес обновление, көріп тұрғаныңыздай дирижабельге жаңа скин шықпақшы. Бұл алғашқы ма немесе білмеймін, бірақ та дирижабельге скин мен ойламаппын, дирижабельге жақын арада скин шығарады деп. Және де мына картада байқала бермейтін бір нәрсе таптым. Бұны көп ешкім байқамады өзгергенін. Риверсайд пен Шипьярдтың арасында мынандай жер болмаған тұғын, ал қазір уже мынандай жер бар. Мына сумен бөлінген кішкентай құтепштай ғана арал болмаған еді. Ал мына жерде енді арал пайда болды. Ескеріп жүріңіздер достар, егер де мен сияқты байқап қалсаңыздар, плюс қойып кетіңіздер чатқа. Және де М500-қа осындай просто топский скин шықпақшы. Бұл М500-қа алғашқы скин, ең алғашқы М500-қа керемет скин болмақшы. Бұл скин реально маған жосқынап тұр, бірақ қандай навык вообще ешқандай айтқан жоқ. Бұның қайда шығатыны, бұл туралы мүлде ақпараттар жоқ. Пока что тек шығады деген ақпарат бар. Бұны қайдан шығаратын белгісіз. Бұны пополнениеден шығармайды, өйткені пополнение оружие шығарған көрген жоқпын. Бұны оружие джекпотқа қою да мүмкін емес сияқты, өйткені какой-то пистолетке бола оружие джекпотқа қою ол Free Fire'ның қателігі болады сияқты меніңше. Достар, қарасаңыз, картаны қарасам, мен картаны байқап тұрсам, Пик және де Бимасакидің тауларын үлкейткен сияқты болып тұр, өйткені жерден бір шама биіктікте тұрған сияқты көрініп тұр. Меніңше солай, өзіме солай көрініп тұр. Ал бұл картаның реально өте қызық болып тұр. Яғни бұл картаны қазіргідей үйлерінің түрлері бұрынғыша қалмай, тағы да ағаштар қосады, және де тағы да бір ғимараттар қосады. Яғни бұны ютуберлерден көрген болатын. Мен бұны енді видео етіп салғым келген жоқ, өйткені басқа адамның видеосы болғаннан кейін сол адамдардан көрсеңіздер болатын. Негізінде ғимараттарды қазіргі современный стильде жасаған сияқты меніңше. Және де достар, ең маған ұнайтыны Tiny магазин. Яғни Tiny магазинде өте арзан заттарға біразын алып кете аласыздар, смело алып кете аласыздар. Сол Tiny магазиннің главный наборы осы деп болжамдар өте көп жасалуда. Бұл набор реально маған өте қатты ұнап тұр. Женский версиясы да бар и мужской, как обычно. Бірақ маған мужской версиясы вообще четкий. Просто ауф, реально просто ауф. Қасындағы мына 3 скинді қайдан беретіні әлі де белгісіз, бірақ бұлар кейінірек беліне беріледі сияқты. Мынау ең бірінші беріліп кетеді сияқты меніңше, өйткені Tiny магазинде шығады деп уже айтылып қойған болатын. Сразу дөп басылып айтылып қойған болатын, Tiny магазин шығады деп. Бірақ Tiny'да болмай қалып, мені сөгіп жүрмеңіздер. Але че там сен Tiny'да болады деп айттың ғой деп. Бірақ та бұл тек қана болжамдар достар, бірақ көп жерде Tiny'да болады деп айтқан болатын. Және де достар, мына Бермуд 2.0
битва отрядта және де рангта болады, яғни бұның картасын уже дайындап қойған болатын, және де бір карта уже грайвардта болады, оны мен уже бір видеодан көрген болатын, сіздер де көрген боларсыздар деп ойлаймын. Грайвардты уже сондай қосты карталардың ішіне қайсын минусовать етіп жатыр, ол жағын білмеймін пока что. Енді достар, сіздерге бұл ақпараттар ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса, реально жестко на WhatsApp плюс қойып лайк басып кете салыңыздар, және де арна тіркеп кете салыңыздар. Арнада яғни көптен видео шықпады, бұл жағына енді көптеп жаңалықтар бәрін шығарып отыратын боламын, сондықтан да уайымдамаңыздар. Просто сіздерді Free Fire'дың топский новостилармен қуантып отыруға тырысатын боламын. Арнаға жазылып міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, и маған өте күшті приятно болды. Достар, 200 подписчик келгенде подписчиктермен видео түсіремін, сондықтан да 200 подписчикке шейін тез жеткізіп тастайық. Давайте.